Ілбіп жүріп келем, жол таусылар емес. Екі қолымда ауыр сумкалар. Алматы Қапшағай бағытындағы автобустан түсіп, трассаның оң жағындағы көл жағасында орналасқан ауылға бет алғаныма 1 сағаттан асты. Күздің базары таусылып, қыс қаһарына ене бастаған шақ. Ауа дымқыл, қара суық. Жел қойын қонышыма кіріп сумаңдаған ызғарымен тәнімді тітіркендіріп өтеді. Аяғымдағы жұқа күздік етіктен өткен ызғар төбемнен бірақ шыққалы қашан. Жел өңменімнен итеріп әрбір қадамымды қиындатқанмен тұрмай, қатты өріп түйіп тастаған шашымды тарқатуға әлі жетпегеніне ызаланғандай, бұйраланған кекілімді жұла тартып, ызғар маңдайымды жарып барады. Ара-тұра тісіме тимей сақ-сақ етем, бірақ суықты онша сезінбеймін. Сыпайы тоңбайды қалтырайдының кебін кигеніме күйіп кетем. Жұқа болса да бар әдемі киімдерімді киіп шыққанмын. Свиданияға бара жатыр емеспін бе? Тәнімді жаным жылытып келеді. Ал менің жанымда, жүрегімде, қанымда әйтеуір шашымнан баспайларыма дейін тараған мөп-мөлдір сезім бар. Бұрқырап ақ көбігін шашып, үлкенді-кішілі қой тастарды таранып, көбігін шашырап, бұлқына аққан тау бұлағындай сағыныш бар. Себебі мен бұл түрмедегі досыммен кездесуге келемін. Ол менің жаңадан қосылған күйеуім ғана емес, мен үшін дүниеде бар жалғыз еркек. Мен сүйген, мен пір түтіп өтетін жалғыз адам. Менің тек жүрегім ғана емес, бойымдағы бар клеткам досым деп соғатындай. Оны 3 жылға соттады. Бұзақылық бабы бойынша дейді. Ал қылмыстық істе бір дерегі милицияны итеріп жіберген үшін. Досымға трамвайда кездескен милицияның үстінде арнаулы киімі де болмаған, куәлігінде көрсетпеген. Аялдамасына келіп түспекші болған досымның алдын кес-кестегенде оны итеріп жібергені шын. Бірақ қарға-қарғаның көзін шұқушым еді. Сот оны заң қызметкері деп ескерткемін. Сонда да ол маған қол көтерді дегеніне сеніпті. Ал досым болса ол айтқан жоқ. Мені неге ұстамақ болғанын түсінбей итеріп жібергенім шын дейді. 3 жыл түрмеге кететінімді білгенде, ұру деген бұлай болады деп мұрнының бытышын шығарар едім дейді. Заңнан алыс 23-ге жаңа толған мен үшін досымның не үшін аяқ астынан 3 жылға сотталып кете барғаны түсініксіз күйінде қалды. Әйтеуір досымның кінәсіз екенін білемін. Ол керек десе шыбынды да өлтірмейді. Оларда Құдай жаратқан тіршілік иесі деп үйден ұстап алған шыбынды өлтірмей сыртқа ұшырып жіберетін. Сөйтетін досымым темір торда отыр. Тағдыр басқа салса малың жоқ. Басында 15 күнге қамайды, шашын алып тастайды дегенде тақырбас күйінде көршілерге, пәтер иесі татарға апайымызға қалай көрінесің ұятай деп ағыл-тегіл жылап едім. Қасымнан бір жеңіл машина өте шықты. Тоқтаған жоқ. Адамгершілік деген жоқ қой осы күнгі адамдарда. Тоқта бала кетсе қайтеді екен. Мына байғұс келіншек ауыр сумкалармен келе жатыр екен. Жолай ала кетейін. Көл жағасындағы ауылға дейін әлі 5-6 шақырым бар деп жанашырлық танытса тағынан түсіп қалатындай. Бірақ бұл ауылдың адамдарының трассадан түсіп қалып, жалпы режимді зонаға қылған адамдарға еттері үйреніп кеткен шығар. Әрине, жақын жердегілер машиналармен, ақшасы барлар такси жалдап шұбырып жатады. Бұл жерде отырғандардың ішінде Қазақстанның қай түкпірінен сотталғандар жоқ дейсің. Әрине, мен машинаны қол көтеріп тоқтатқан жоқпын. Ақша сұраса қайтем. Мен қайтар жолға автобусқа ғана төлейтін ақшам бар. Бұл свидания 3 күндік жұмыстан 3 күнге ақысы демалыс алғанмын. Себебі бұл свиданияны 3 ай сайын ғана береді. Қызық, сотталған жақын адамдармен кездесетін бұл кездесуге ауылдан келген кемпір шалдарға дейін свидания дейді. Мен бірінші рет осында отырған күйеуімнен кездесуге келдім десем, онша түсінікті емес секілді. Бір шал краткосрочныйға ма 3 күндікке ме дейді. Бұл жерде көбіне орыс халқы жұмыс істейді екен. Жиі араласқан халық бір-бірінің сөз байлығын байытады деуші еді, сол шығар деймін. Менің де аузыма свидания сөзі тез түсетін болды. Жақындары осында отырмағандар свидания сөзін қыз бен жігіт арасындағы кездесу деп түсінетін анық. Көкшетаудағы ата енем бізде барайық жақындағанда айт деп еді. Оларға сіздер әйнек арқылы телефонмен сөйлесетін 2 сағаттық свиданияға келерсіздер. Бұған өзім барамын деп едім, үнсіз келісті. Бұл кездесуге менің оңаша келуім керек екенін түсінбейді ме? Өздері жас болмағандай деп ойладым. Пәтер иесінен қарызға ақша сұрап алдым. Мына сумкаларымның іші толған дәмді тамақтар. Досым екеумізге 3 күнге жетеді. Аяулы жаныма осы мүмкіншілікті пайдаланып, 3 күн қолымнан келгенше жұмақ орнатпақшымын. Сол 3 күннің жылуы, шуағы, қалдырған ізі біздің сағынышымызды басып,
Сол 3 күнде сүйіктімен татқан дәмім, алған ләззатымның қуаты, шырыны, күші, жарығы бәрі бізге көп уақытқа жетеді. Біздің бір-бірімізге деген сөнбес сезімімізді дәлелдейді. Осы қиыншылық уақытты тезірек өткізіп, артқа тастауға көмектеседі. Алдағы күндерге деген сенімімізді нығайтады. Досымды оның құшағын аңсаған кезде, оның ыстық құшағын сағынып, төсекте өз жан тәніммен арпалысқан сәттерде жанға қуат, көңілге медеу болады. Олар бірге болайық, не үйленейік, не әртүрлі айла шарғымен коллекция үшін бірге болғысы келетін еркектерге тойтарыс беріп, бір-екі күндік қызық іздеп, денемді көздерімен ішіп жеген еркектердің қастарынан тәкаппарлана басып өте шығуға көмектеседі. Мына жол әлі бітер емес. Ой, қандай қуаныш, қандай бақыт еді. Мен бүгін мен сүйетін, мені сүйген еркекпен кездесем. Жаурағаным ештеңе етпейді. Құжаттарымызды тексеріп, 1-2 сағат өткен соң кішкене ғана бөлмеге кіріп, от құшаққа енем. Содан соң жаңалықтарды айта жүріп шешіне бастаймын. Досым шешінуді менен соң бастаса да бұрын бітіп, маған бас салады. Осы шалт қимылының өзінде керемет бір үйлесім бар. Мені бір хрустальдан жасалған қымбат нәрседей, бір жерін ауыртып сындырып алмайын дегендей нәзік аймалай бастады да сезімнің селін ағытып келіп жібереді. Төменгі жағы іш киімін жыртардай тырсылдап ала сұрып, өзінің барып тоқтайтын, пана табатын, аялдайтын орнын іздеп, одан тараған бар қызудың күші екеумізді де өртеп бара жатады. Досым мені тұншықтыра аймалап өртеніп, от шашқан жерін мендегі өзіне арналған орнына апарғанша тағатсыздана қимылдайды. 25 пен 20-ның да қызығы осы шығар. Менің үнім өшеді. Жаңалықтарды ұмытып қалмасам, сосын айтам ғой, оның қимылына ыңғайлана берем. Сөйте тұра, менің де алатын үлесім бар дегендей, керегімді қимылмен білдіремін. Тек бір-бірімізді сөздерсіз-ақ, көзқарассыз-ақ ұғысатын әрекеттерге кірісеміз. Бір көзімді ашқанда ол үстімде жатады. Бірде мен оның үстіндемін. Бірде аяқтарымыз айқасып аймаласып отырамыз. Жанымыз да, тәніміз де, қимылымыз да тек екеумізге ортақ. Тек екеуміз ғана білетін, екеуміз ғана түсінетін, екеуміз ғана сезіне білетін ерекше бір күйге енеміз. Біз секілді бақытты, ерлі-зайыптылардың барлығы осындай тәтті, ләззатты сәттерді басынан кешіретін шығар. Мен тезірек 2 қабат болғым келеді деймін. Досым екеуміз үйленгеннен кейін 4 айдан соң, оны институттан кейін 2 айға әскери жаттығуға алып кеткен. Оның алдында досымның оқу бітіруі, той деп жүрдік. Былайша айтқанда, ыстық суығымыз басылмақ түгілі, балайымыз да дұрыс өткен жоқ. Содан кейін секундтар ма, минуттар ма, сағаттар ма өтеді. Тек әйтеуір тәп-тәтті бір дүние. Арасында демалғанда ол саған қандай қимыл жасағанда толық ләззат аласың дейді. Мен өзің қайыңа қара, саған қалай ұнайды деймін. Бұл жағынан оның білімі көптеу екенін әйелдік бір сұңғылалықпен сезіп, екеуміз бір-бірімізді сыйлап, қандай жағынан болсын бір-бірімізге жақсылықтар мен жағдай жасағымыз келеді. Алғашқы танысқан күннен бастап осындаймыз. Сөйтетін адамның қалайша қылмыскер атанып түрмеде 3 жыл отыратынына таңым бар. Досымның осындағы туысқандары араға біреулерді салып сотпен сөйлесіп көрген екен. Көзі бақырайып өзінше ділмарсыған етжеңді қара қатын $3000 әкелсеңдер условный срок берем депті. Арадағы кісі ата енеме айтқан, $3000 шамамыз келмейді, кредит алып